қорғаныс министрімізі бірінші бітіргенші контингенті қалан мектептердегісіне осыны қойған тапсырмаларымызды толық орындап елге оралды. Контингент командирі подполковник Аипов. Құрметті отандастар, бүгін біз бітімгершілік миссияда отан алдындағы борышын абыроймен орындап, елге оралған сарбаздарымызды қарсы алуға жиналдық. Бірінші бітімгершілік контингент Сирия Араб Республикасының Голланд бекеттіктеріне Біріккен ұлттар ұйымының ажыратуды бақылау күштерінің құрамына миссия атқаруға аттанған болатын. Осы таңда жеке құрам түгелдей аман-есен миссиясын аяқтады. Осы бір жыл ішінде біздің жеке құрам 600-ден астам тапсырмаларды орындады. Оның ішінде 400-ден астам жарылмаған жарылғыш заттардың көзі жойылды, 4 эвакуация жасалды, және де тағы да басқа бітімгершілік миссияның жауапкершілік аймағында патрульдеу және де Біріккен ұлттар ұйымының тұлғаларымен гуманитарлық жүктерді алып жүру сияқты тағы да басқа міндеттер мінсіз атқарылды.